қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған осы челленджді мен Қызылорда қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің баспасөз хатшысы, республикалық тіл жанашыры конкурсының жеңімпазы, журналист Елена Рыбинадан аса құрметпен қабыл ала отырып, халықаралық бағдарламалар орталығының президенті Карбозова Айнұрға және өзімнің әріптесім Түркістан қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің аға менеджері Жанар Жаманқұловаға жолдаймын. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып жаттанба, ойнап босқа күлуге 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, 5 дұшпанды білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асылыс көнсеңіз. Жамандық көрсең нафратлы, суытып көңіл тыйсаңыз. Жақсылық көрсең ғибратлы, оны бойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен керсеңіз. Ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кезгелсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақылменен жеңсеңіз. Надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз. Аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Көп ол алдында көріне айтпа, біздің сөзге ерсеңіз. Мұны жазған кісінің атын білме, сөзін біл. Осы жалған дүниеден шешен өткен не бұлбұл, көсем өткен не дүлдүл. Сөз мәнісін түсінсеңіз, ақыл мизан, өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлі таста, мейлі күл. Егер түзу көрінсе, ойлап, құлақ қыл. Ақмақ көп, ақылдас, деме көптің сөзі бұл. Жақынның сөзі тәтті деп жақыным айтты де көрме. Надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөз керме. Сізге айтамын, қауіп бұл. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл. Біреу үшін үйренсең, біреу білмес, сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл. Сөзіне қарай кісіні ал. Кісіге қарап сөз алма. Шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен құр қалма. Мұны жазған білген құл Ғұламақи Дауани солай депті ол шыншыл. Сөзін оқып және ойла, тез үйреніп, тез жойма. Жас уақытта көңіл гүл.